Bismillah деп saat 6:10'da шығып бара жатырмын. Потихоньку бара жатқан сияқты. Балалар туристер көріп жатыр. Бисмилlah деп барайық. Thank you. Мен ерте отырдым ба десем, халықтың біраз ерте тұрыпты ғой. Билет алатын жерде көреміз, жетіп қалай екен. Сағат негізі күн шығарға дейін 30 минут бұрын ашатын. По идее күн 6:50-де шығады. Соған қарағанда 6:20-да 10 минуттан ашатын болып тұрған ғой онда. Онда билетке асу керек бұйырса. Активность бар, дауыстар шығып жатыр. Бірақ адамдар әлі өтіп отқан жоқ, соған қарағанда тек билет сатып жатыр едім кіргізбей. Өйткені туристердің саны көрініп тұр кәдімгідей. Даже очередьте тұр адамдар. Походу бәрі кіруге очередьке тұрған сияқты, билет сатып аламыз. Короче, мына локалдардың очереди. Уже, короче, не локалдардың очереди. Sorry guys, your last line? Your last line? Yeah. Okay. Мен байетте тұрып келген кезде. Короче, 1040 талпаймен маса деп тұрып қой бердісі. Анда тұрсам, билеттің арасынан сатып алады екенбіз басқа. Қарамағыш жағынан. Сол үшін барған кезде бір сұрап алыңыздар бірінші. Hepsi вақыттарыңыз өлтіріп аласыздар. Hello, can I have one ticket? Close your camera. Huh? Close your camera. Camera? Okay. Yes. Негізі келетін уақыттарыңызға үйреніп болсаңыздар, ертерек сайттан алып қойған дұрыс болатын сияқты. Картамен төлейсің да, бір жағынан. Мен жаңа картамен төлеуге боламады, тек наличка деді, короче. Сонымен наличка сатып алдым. Анда, короче, мавзолей бар. Мавзолейдің ішіне кірмей-ақ. Тек сыртымен жүрудің өзі 1100. Мавзолейдің ішіне кіретін болсаң 1300. Мынандай бір жетон берді, короче. Талпаймен бастық. Ашылды. Короче, баға жергілікті тұрғындарға, яғни жергілікті туғанда үнді халқына 50 рупий, ал шетелден келгендерге 1100 рупий. 22 есе қымбатты, 22 есе. Бөлек. Енді бұлай біздің тілмен айтқанда, Таймақалға кіру теңгемен шаққанда оларға 300 теңге, біздерге 7000 теңге ғой. Тщательный осмотр, досмотр, пересмотр, на рассмотрение бәрін өтіп жатық. Бұйырса бастық кірдік. Короче, көбінесе айтады интернеттерде. Лучше шығыс жағына барсаңдар, шығыс жағында адам аз болады деп. Мүмкін солай да шығар. Өйткені мына батыс жағы көбінесе отельдерге, сосын аграның ішінде
келгенге ең ыңғайлысы осы батыс жағы. Сол үшін келесте оғанда келесте келетіндей қатты жалаң жоқ. Бір көретін жер сияқты. Көреміз қазір. Адам екі есе көбейді. Біз батыс жақтан келсек, шығыс жақтан келіп жатқандар бар қаншамасы. Morning. You want date, sir? No, thank you. Ана жерде де гиттер көп. Көрейік. Кеттік. Қазір мына жерден қатты ондай көрініп тұрған екен. По идее, маған қатты эффект бермейді сияқты, өйткені мен кеше балкон, террасымнан көре қойдым ғой. So here is the Taj Mahal. Adam көп. Ар жағында да уже адамдар басып кеткен сияқты. Орындықтары шамалы ылғалдау екен. Енді таң, шық дегендер темалар ғой. Адамдар мына жақта скамейкаде түсіп отыр екен. Так. И онда нормально локация табу керек, онда сол жаққа қарай. Подиум. Так, жалғыз келсеңдер. Әркімдерге попросить сетке түсіріп деп. Вышит қой короче мен. Мына жер бар екен деп қойған. Адам саны деген барамыз. Мына жақта мешіт. Кеше жұмаға осы мешітке келемін деп пландағам. Мешіт болғанда бір түсінгенім, бұл жерде мешіттің күмбезін тек алдыңғы 2-3 сапқа ғана құрылыс жасайды екен, қалғандары далада. Көп жерде сондай екен. Мына жерде жұмада негізі мына жердің барлығы намаз оқиды, шірдің барлығын адамдар. Осы Тадж Махал мешіті деп аталады. Мощныйсы мощный екен. Мощныйшысы мощный екен. Жабық тұр екен. Абағына көруге. Мрамордан жасалған сайынымызда. Так, әлемнің 7 кереметін көруге. Әлемнің 7 жерінен 7 түрлі адамдар келеді.
Мынаның барлығы ақ мрамордан. Мына барлығы түтін. Бұл түтін күн сайын осындай екен. Мен пойызбен келе жатқан кезде бір түсінгенім сағат 11 болды. Пойыздан түскендердің өзінде осындай түтін болып отыр. Адамдар деген мың ғой. Все, Тадж Махал осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге рахмет. Бұйырса бүгін осы беді Делиге. Билетті алған кезде ойлаңыздар, анда ішінде жазылып тұр. Короче, билет. Thank you. Алғаннан кейін 3 сағатқа ғана жарамды. 3 сағаттан кейін штраф салады. Билетті жоғалтып алсаңыз штраф салады. Егер 3 сағаттан көп жүргіңіз келсе, онда лучше билетті жоғалтып алыңыз. Главный входтан өтмейді. Ал біз болсақ, домой бастық. Отельге барып, бір-екі сағат ұйықтап алып, потом дальше жол ашу керек бұйырса. Каждый көшеден анда арық қой, короче. Осында арық и бүкіл канализационный нелер отходтардан төгіледі. Бұлай бағалы жинала береді. Сонымен гүл болады ғой. Барлығы көзі осындай, короче. Любой канализационный отходтары ашық күйде далаға шығарылады да ашық күйде кетеді ғой, короче. Осындай неме. Бісмилля деп жол аштық. Вокзалға. Негізі келіп жатсаңыздар, Тадж Махал, негізі кез келген саяхатта барынша 2 адам болып шығуға тырысыңыздар. Өйткені фотоға түсіретінде адам керек. И мысалға отель жалдасаңыздар да, такси жалдасаңыздар да, баға 2 есе арзандайды да, короче. Мысалы мен жатқан отелім 1000 рупия болса, по-любому 2 адамның бағасы да 300-500 рупиядан 2 есе арзанға шығады. Жатуыңыз, былай жүруіңіз, отельде тұруыңыз. Сол үшін барынша компаниямен шыққан тиімді. Неге Индияда адамдар мысалы күн жылы болса да куртка киіп жүреді деген теманы мен енді түсіндім. Өйткені осындай тук-туктарда барлық жері ашық қой. Жел ұрады, сосын салқын тиіп қалуы мүмкін, ауырып қалуы мүмкінсің. Сол үшін де олар барынша, әсіресе күртешелерді тастамай жүруінің себебі сол деп ойладым. Өйткені мен кеше шамалы жеңілдеу киініп тук-тукпен жүрген кезде салқын тигізіп алдым. Ауырады. Так, уличный базардан, вокзалдың басынан 1 кило банан алып алдым. Чтобы хотя бы жолда бірдеңе жеп бару үшін. Өйткені таңертеңнен бастап ештеңе жеген жоқпын. Өйткені тамаққа фобия болып кетті ғой қазір. Индияда. Indian food phobia. Осы сіңіріп сатта, ой, отравление, анау, сонымен. Угіл бар, сонда да рисковать еткім келіп тұрған жоқ. Сол үшін әзірге фруктпен жүре берейін. Сайттағы ең арзан билетті алдым. Примерно 180 рупия шықты. 180 рупиямыз тамамен 900 теңгеде шықты ғой. 900 теңгеде.
осындай жерге келетін вокзалда пойыз вагондар жазылып тұрады. Мысалы S4 менде вагон. В основном местің бәрін барам. Екінші одан кейінгі класс ең арзаны 555 тұрады екен. 555 дегеніміз бізде 2 есе 2,5 есе қымбат қой. Почти 3 есе қымбат. Местныйлармен тусовать етіп барайын деп тұр ғой примерно. Билет бойынша мен негізде орным 31. Боковойдың асты екен. Бұл жерде адамдар отыр. Үсті бос, просто бос болғаннан кейін осы жерде толдым. Конвер деген не шоу конвер деген. Местный вайпта кайфовать етіп аламыз бұйырса. Негізі нелер үлкен екен, намаз оқудан қайыр қазір мысалы. Негізі түсінгенім бардак. Неге бардак? Өйткені адам көп, контроль аз. Енді адам көп болған сайын контроль азаяды ғой негізі. И тазалыққа, қоршаған ортаға деген вообще сыйластық жоқ екен. Мен оны байқадым. Неге? Өйткені халыққа пофиг, короче. Былай қараса негізі егер каждый индус өзі тазалықты сақтайтын болса, өзінен бастаса, то негізі Индия таза болатын еді. Тазалық сақтамағаннан кейін осындай лас күйге келіп отыр деп ойлаймын өзім, жеке ойым. Өйткені адам көп, барлығы мысалы қарапайым кеше тойға барғанның өзінде просто любой жерге қойып кете береді екен да, короче, любой жерге қоя салады, тастай салады. Сосын сұраймын ғой, неге өйтіп отырсыңдар десем, сондай, короче, бізде дейді да, сондай қалыптасып кеткен да, саясат. Халық сондай дейді, короче. Қызық екен дедім. Просто әркім өзінен бастаса нормально отырды да, мен дейді, қолыма ұстап жүріп стаканымды айтады, тасташы ішті. Мен айтамын, мусорка тапқаннан кейін тастаймын дедім. Жоқ, мусорка таппайсың, тастай бер дейді ғой, короче. Сосын көп жастары искейді екен. Клей искейді. Короче, нелер күйіп кеткен екен. Жаңа неде ательеде отырсақ, кішкентай бала келді, жасы шамамен 9-10-да. И тоже под кайфым ғой, короче. Жаңа жігіттер айтып жатыр ғой қасымда. Осындай балдар бар, олар уже под кайфым бастары жұмыс жасамайды. Өйткені олар көп искейді дейді, короче. Вот. Атмосфераны сезіндіріп жүргенсіздер. Адамдар даже тұрып. Тек үстіне жатқандарға ғана шамалы көз бар сияқты, ал астында как минимум 2-3 адамнан отырады бір орынға. Негізі мына пойыз салон жағы мен отырған жер, допустим, ең жоғары полка. Ол негізі 3 полкадан тұрады. Адамдар арқасы отырған жер, ол 2-ші полка бүйтіп көтеріледі, сосын мынау соған ілінеді. Ол 2-ші полка, сосын 3-ші полка астында адамдар отырған. Короче, салон жағы 3 полка и боковой 2 полка. Получается, бір отсекте 8 орын болады. Просто баған қарап отырмын, не үшін деп. Сөйтсем бұл нелерді бекітетін екен. Одан сүт, андай тем вақыт сияқты негізі. Астарын жайып алады, сонымен отырып тамақ ішіп. Мусорда. Мусор деген осындай дейді. Қалпа 1000.
जाएगी। May I have your attention, please? Train number 12448 UP संपर्क क्रांति from Картада көрсетілген маршрутпен public transportation қоғамдық көлікпен барамын деп ойлаған. Бірақ қоғамдық көлікті бір 20 минуттай күтіп келмеді. Сосын осы тук-тук алып алдым. Баратын жеріме дейін 100 рупия деп. Бүтін гүдделейді барлық. Мен түсінген бойынша сол Түркиядағы бағасы 100 рупия сияқты. Короче, деткен жеріме жеттім. Сосын нормально бүгінге тамақ жеп алайыншы деп. KFC, Макдональдс қарағам, сөйтсем қасымда Kentucky Fried Chicken тұр екен ғой. Бар, бір KFC-лік байтақ деп атым ғой бұйырса. Бәғ осы. KFC басқа жақтан келеді дейді ғой не? Аяқ осы алмайды. Bir kimse de bedayet. Nasıl bu topla girdik? Kimse Doner burger dükkanı, doner burger. Bunlar da şamal normal mi? Şamal sanatoriye, bar. Bak сияқты деймін бұл. Тұрғандағыздай Абдуш етім оратып қалдым ғой. McDonald's, ne mağaza KFC'nin. Harika. Rupayı. Double chicken, zinger. Так. Zinger burger деген 219 дегеніміз. Оны бір демейді не қоя. Нормально, по идее. Короче, Дели, это Дели екен. Аграм тұтмыш екен ғой мынаған қарағанда. Құдай, не болып жатыр не дейді. Короче, мынау жазулары Банглородқа ұқсатты. चल भाई चलो Hop hop. Kişke bir bazarlap atıyor, atmosferada.
Şetel lekin. Наконец-то Топанский. In India, I really love it, but sorry. Yeah. But the city is so cold. Место Рюса. Так. 1000 rupiya. 1000 rupiyamiz 5500 tenge. Шамамен. Туалет. Көріпсіңдер ғой. Сама шедевр. Ол бір күнге 5000 теңгеге нормально сияқты. Еще 2 кроватқа төлегенсің ғой бірден. Өйткені бір орындықтар көп жерде болмайды ғой. Вот и все.